Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бұл мен Айкүміс. Бұл видеода мен сіздермен карго мен Қазпоштаны салыстыратын боламыз. Яғни Қытайдан осы Пиндуа сайтынан алған товарымызды қайсысымен алған тиімді болған. Неге? Қазір өздеріңіз білетініңіздей Пиндуаға Қазақстанның адресін енгізуге болады. Яғни Қазпошта арқылы алсаңыздар болады. Неге? Не жерде? Атыңызды жазасыз, номеріңіз, сосын не жерде кәдімгідей қандай облыстан керек соны таңдайсыз. Карагандинский область, Теміртау. Осылай адресімізді енгіземіз. Не жерде? Так, адресімізді жазамыз. 37 неге? Біздің Қазпоштамыздың индексі неге? Үстіп Қазпоштаны таңдасақ болады. Неге? Біздің адресіміз осы деп белгілейік. Енді біз осы бойынша доставка бағамызды есептеп көрейік. Например, мысалы мен мына джинсиді қарайын. Мінекей. Сатып алуды басам. Мынау түсі и бойы мынандай. Сатып алу, мінекей. Адресіне шығып тұр бізде. Мынаның үстін бассаңызда, бізде не жерде екі тариф көрсетіп тұр. Біреуі 100 граммнан төмен, біреуі 100 граммнан жоғары. Джинсидің салмағы 100 граммнан жоғары болғандықтан 21 юаньді таңдаймыз. 21 юань деген. Мінекей. 21 юань. Перевод жасап көрейік. Әрбір 100 граммға не жерде 21 юань төлейді екенсіз. Сосын әрбір қосылған 100 граммға сіз 5 юаньнан төлейтін боласыз бұл жерде. Яғни 100 граммға 21 юань, сосын егер тағы 200 грамм болса, үстіне тағы 5 юань, уже 26 юань болады. Мына жердегі переводты өздеріңіз көріп тұрғандай, максимальный вес 30 килограмм. Ал товардың келу уақыты 1 ай, яғни 30 күн екен. Яғни заказ берген товарыңызды тек 1 айдан кейін ғана ала аласыз. Енді есептеп көрейік, давайте. Бізде шалбардың бағасы 23,8 юань болған. Соны округлять етіп, біз 24 юань деп аламыз. Енді 24 юаньді қазіргі курстың бағасымен 65-ке көбейтеміз. Сонда шалбардың өзінің бағасы 1560 теңге. Енді одан бөлек сіз алғашқы 100 граммға 21 юань төлейсіз. 21 юань көбейтеміз 65, яғни 1365 теңге. Енді одан бөлек сіз әрбір 100 граммға тағы да 5 юань төлейсіз. 5-ті тағы 65-ке көбейтесіз, сонда 325. Енді сіздің шалбарыңыздың бағасы алғашында 1565 теңге болды. Плюс алғашқы 21 юань, яғни алғашқы 100 граммның бағасы 1365. Одан кейін бұл шалбар бізде примерно бір 300 грамм болуы мүмкін. Плюс 325, плюс 325. Сонда біз егер Қазпошта арқылы алатын болсаңыз, бұл товарға 3575 теңге төлейтін боласыз. Еще бұл товар сіздің қолыңызға тек 1 айдан кейін ғана келеді. Енді дәл осы шалбарды біз карго бойынша есептеп көрейік. Қазіргі мен алып отырған карго ол хит карго. Ода за вес $505. $505 дегеніміз ол қазіргі курспен 2420 теңге. Яғни каждый 100 граммы бұл жерде 242 теңге. Енді жаңа 242 теңге бізде қазір 100 грамм тұр ғой. Сол жаңағы біздің шалбарымыз 300 грамм болды. Соны 3-ке көбейткенде біз за вес 726 теңге төлейміз. Енді шалбардың бағасы 1560 плюс 726 теңге. Сонда бізде жаңағы шалбар 2286 теңгеге түсіп тұр, егер сіз карго арқылы заказ беретін болсаңыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір бізге тиімдісі карго арқылы алдыру. Тем более қазіргі уақытта карголардың доставкасы 10-15 күнде келіп жатыр.
Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, мені жоғалтпау үшін қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.